Ай құрсын, момынбыз ғой. Момындық бәріміз осы біздің ауылдан жұққан. Өткенде ауылда ғана әкімшілікте өмек келіпті. Әйелден қол босады, сен Алматыда біраз жүрсің ғой. Мына түнгі клуб дегенде барып көрейік та, қызық дейді ғой дейді. Оған кім барып көрген енді? Ауылдан келіп тұрған достарым болғасын, көргісі келіп тұрған шығар деп алып барып. Әйтеуір іздеп жүріп, осы түнгі клуб деген біреуіне кірдік. Құдай көрсетпесін. Мына жастар оның ішінде қайтып дем алып жүргенін түсінбеймін. Бұл түнгі клуб дегені көк түтін болады екен ғой. Темекі мен тердің иісін мүңкіп тұрады екен. Жарқ-жұрқ еткен бір бәле, даңғырлаған музыка бір-бірімен қай тілде сөйлеседі, қалай сөйлеседі білмеймін. Біздің жасымыз сыйлады ма, әйтеуір алдыңғы жаққа осы сахнаға жақын жерге апарып отырғызып, әлгі жерде отырып едік. Бір кезде сахнаға бір қыз шықты ғой билеуге. Ой, ол қызды көрсеңдер қайнан, ей құдай. Біздің Гүлжапырақ былай ғой баяғыда. Оны ұмытқалы қашан. Өмек екеуміздің аузымыздан суымыз ағып әлгіге қарадық та қалдық, енді не билейді екенді. Қыз билеу үшін сахнаға дайындалып шығып алды. Бір ақымақ сахнаның тура ортасына лом темірді қағып қойыпты ғой. Есі дұрыс адам сахнаға темір қаға ма? Ұзын. Ана қыз билейін десе, ана темір кедергі жасады. Барып ана темірді жұлқиды ғой ана қыз. Жұлқиды, оғырғыр темір шықпайды. Шыр көбелек айран кеп ананы жұлқиды, темір шықпайды. Мына жақта күйіп пісімен отырмай айналайын, ана қыз қобал болды ғой анада. Ана темірді қайсы ақымақ қойған, алып тастасаңдар, тыныш отыр дейді елдің бәрі ма. Қай тыныш отырасың, ана қыз азапқа түсіп жатыр. Ана қыз қара терге түсті, айналып кетейіндер болды. Рас айтам, тері ыстықтаған соншалық киімдерін лақтырып тастап кеп жүр. Аяғымен орап алып тұрып шықпайды ана. Басына дейін өрмелеп барып жұлқыды. Шықпайды, шыр айланып қайтадан түседі. Шықпайды. Мына жақта күк кетті. Айналып кетейін. Бір еркек кіндік жоқ, ана қызға көмектесетін. Барсаңдар сен енді. Тыныш отыр, сөйтіп билейді дейді. Қай өйтіп билеген қай атаңды көріп едің енді. Ауылда талай қамажайды көрдік қой, лом темірсіз ақ билеген. Ана қызда киімнен киім қалмайтын болды. Лақтырып тастап жұлқиды, лақтырып. Бір кезде үстінде бір ағылып ағалды ғой. Ол кетсе бітті ғой. Шыдамай кеттім өзім. Сахнаға атып шықтым. Бара темірге жармастым. Ана қыздың риза болғанын көрсеңдер енді, ойға. Енді бір еркек кіндік өзіне көмектесуге шыққасын қуанды бақысы. Қуанғаннан мені кеп құшақтап бетімнен сүйеді ғой. Айналайын, рахметті кейін етасың, киініп алмай, мына темірдің шаруасын бітірейін де. Барып темірді жұлқи беренсем, ана қыз қайтадан келіп құшақтайды. Ой, айналып кетейін, түсіндім, жарайды айналайын. Бақытты бол, киініп алшы бар, биіңе дайындала бер. Мен мына темірді жөндейін деп. Қайтадан келіп құшақтайды. Қой айналайын, итеріп ары қарай қой, бара тұр айналайын. Қазір мен мына темірдің шаруасын бітірейін. Темірді ырғап тепкілеп жатып, түп орнымен қопарып суырып алды. Өзімді артымнан бір теуіп қуып шықты. Жалпы бар ғой, осы момындықтан талай қорлық көрдім. Бірақ сендерге айтам, түнгі клубқа барсаңдар, жылтыраған темірге жоламаңдар. Мақұл ма? Жарайды, жақсы.